Әлеуметтік желідегі даулы мәлімдемелермен танылған ақтөбелік емші Бағдагүл бұл жолы оқырмандар алдында ағыл тегіл жылады. Түрмеге жапсаңдар да қорықпаймын деген ол қазір заңгерлермен ақылдасып әлек. Бұған белгілі журналист кәсіпкер Динара Жанықұл тарапынан оның үстіне полицияға арыз түсуі себеп болған. Енді ауыздан шыққан сөзге ие болу керек қой. Қазіргі заманда халық емшісі мен Динара Жанықұл, бұрын енді Сәтжан ғой фамилиясы, арасындағы текетірес күн өткен сайын ушығып баратқаны көрінеді. Белгілі жүргізушіні жеңіл жүрісті деген үшін іс қозғап, дау үлкен конфликтке айналды. Сынықшы Динараның құрбысы Баян Мақсатқызын да аямаған, боқтап ар намысына тиетін сөздерді айтқан. Енді танымал бикештер сынықшының емшілік қызметі заңды ма, түскен табыстан салық төлей ме, ем жүргізуге рұқсаты бар ма екенін құзырлы органдар анықтауын талап етіп отырған көрінеді. Баян ханым мен Динара Сатжанға бір құмалақ, бір қарын майды шірітеді дегенде, менің ақтөбелік жерлесім Баян ханым мен Динара Сатжанға Инстаграм әлемінде соғыс жариялап жатыр. Олардың жекесіне өтіп, Динара Сатжан бәленбай еркекпен жүрген, оның күйеуі қазір қалай арланбайды ол әйелден, ол әйелді қалай алған деген сияқты жекесіне өтіп, қатты ғайбат сөздер айтылып жатыр. Әрине, бұл жерде Баян ханымда Динара Сатжанда қарап қалмайды. Заң алдында өздерінің құқықтарын қорғайды. Енді осы жерде айта кететін жайт, оскорбление мен клеветаның қазақшасын білмейді екенмін. Бұл жерде қылмыстық кодекстің 2 бабы бойынша қылмыстық іс тіркеледі және соңына дейін барады. Өйткені менің жерлесімнің сөздерінде қылмыстың құрамы толық бар. Және де ол бойынша іс сотқа дейін жетіп, сот акция шығады деген сенімдеміз. Сондықтан Инстаграм әлемінде, TikTokта әрбір айтқан сөзіңізге, әрбір айтқан комментарийіңізге ие болу керексіз. Қыздар, Динарамен бүгін жолықтым. Сіздердер сізге шоу ұнады ма? Өте керемет ұнады. Да? Иә, өте керемет ұнады. Сіз вообще мотиваторсыз ғой? Рахмет. Иә. Вообще бүкіл қазақтың қыздарына примерсіз. Рахмет. Шын мәнінде де мен командаға всегда айтамын. Біз Динарадан үлгі алуымыз керек, барлығымыз деймін. Таңертең тұрғаннан білмеймін, 24 сағатыңызды қараймын ғой мен сізге. 24 сағат біз онлайнбыз ғой. Сыйлыққа үлкен рахмет. Спасибо, рахмет большое. Я побежала үйге. Рахмет, сау болыңыз. Учителю. Она вонзала нож в спину и улыбалась ей в лицо. Бағым, Баголя, ела ее бешбармақ. Ұстазым, конечно, я приму участие. Ұстазым, это же любимое слово. Ұстазым, мен сізге өте. Осы күнге дейін мен кешью туралы только әдемі сөздер еститін. Біздің қыздар әдемі, біздің қыздар талантты, мыңдаған қазақтың қыздарының ішінен таңдап алынған состав деген сөздерді еститін да. 20 жылдыққа кеп қабедік құрсын, бүкіл шындықты естіп кеттік па? Бір-біріне деген реніштері, біреудің түріне сын айту, біреудің іс-қимылына арна дақ түсіретіндей темалар кетіп қалды ғой. Қу шырайдан не пайда, қылығы егер болмаса дейді. Мына түрі онша емес болса, сахнада да управлять ете алмайтын еді өзімен. Ананың эмоциясы, ананың ұстаған энергиясы сендер в жизни көріп петтер. Бидаш пен мөлдірді, они красотки. Анау ананың күйеуін алды. Алагузованың тілінен естімесек те, қу өсектер қуалап кетті. Өздерің көздеріңмен көрмей неге айтасыңдар бұндай өсекті, а вдруг это не так. И алда кім не боларын білмей жатып, қыз өсіріп отырмыз да, ондай әңгіме айтпай-ақ қояйық. Ішінде байқағаным, бір қыздарды бір-бірімен салыстырып, бір жерлерін төмендетуге тырысқанымен, бір қызға ғана тиіспеді. Кім деп ойлайсың? Әрине, Жанар Дугалов. Сен де соны байқадың ба? Қандай да кругқа кірмесін, сен сразу өзіңнің қымбат қадірлі екеніңді біліп жүруің керек. Көрдің бе, бұл жерде де көрініп тұр, менің даусым бар. Мен әдемімін. Менің қолымнан барлығы келеді. Мен кешюда осынша уақыт айтамын, а потом өзім өлең айтуға барамын. Бұның іс-әрекеттері де өзінің сөзіне сай болып, қаншама өлең жазды ізденіс үстінде. Яғни мен күштімін деген сенің тәкаппарлығың ғана сені күшті қылмайды, жаным, а сенің іс-әрекетің
деп. Мойындашы, егер сенде сенімділік аз болса, сен өз-өзіңе сенбейсің, өз-өзіңді көтерілетініне, өз-өзіңнің бір істі істей алатынына сенбейсің. Сондықтан не істейсің? Бір адамның сені қылауына, билік етуіне, итермелеуіне көнесің. Бұл сені басқа адамға құлдық қылып береді. Билік еткен адамның сөзінің бәріне сенеді. Сол адамның істеген іс-әрекетіне, сол адамның сенің авторитетіңді өшіре салу, көтере салу соның қолында болады. Бұны алдын алу үшін өмірде мидың жұмыс істеуі және де сенің Құдаймен іс-әрекетің, дұғаларың орындалуы, ол сенің сенімділігіңе байланысты. Өз-өзіңе қанша ғұрлым сенесің, сонша ғұрлым сенің өміріңдегі жақсылықтар да көбейе береді. Осы кешьюдің 20 жылдығы бізге соны дәлелдеген сияқты. Ішінде қаншама қыздар бар, бірақ Жанар Дұғалованыкіндей сенімділік жоқ. Атышулы жанды дауыстың иесі Мөлдір Әуелбекова шынымен любовница болып шықты ма? 10 жыл бойы өзінің ұстазым деп мақтап келіп, бір күнде бір кеште Мөлдір Баян Мақсатқызы меня раздели деп трецтіде шулатты. Ал Баян Мақсатқызы оны жас кезінде сол қысқа киімдерді өзінің образдарын өзі таңдады, ешкім оны мәжбүрлеген жоқ деп айтады. Сонымен қатар Баян Мақсатқызы өзінің интервьюында Мөлдірдің 5 жыл бойы Бағым Мақсатқызының үйінде тұрып, оның асын ішіп, оның күйеуіне любовница болған деп айтты. Дәл осы оқиғадан кейін қоғам екіге бөлінді. Бірі Мөлдірді жақтаса, оны қорғаса, бірі оның өткенін талқылап отыр. Ал дәл қазір кофеден Мөлдірді не күтіп тұр, не үшін бұл нәрсе оның өмірінде болып жатыр, бірге көрейік. Жалпы кофеге қараған кезде Мөлдір ол кезде бір мансап үшін емес, қабат қорған іздеп осы қарым-қатынасқа қадам басқан көріп тұрмын. Сондай-ақ ол кішкентай алданған қыздай болған. Алғаш бұл шындық Баян Мақсатқызына және Бағымға белгілі болған кезінде Мөлдірдің тарапына үлкен қысым болған. Дәл осы оқиғадан кейін қоғамда жаңа түсінік бекітіледі. Яғни еркек опасыздық жасайтын болса, ол жерде тек қана әйел немесе қыз ғана жауапты емес, немесе ол әйелдің қыздың азғыруымен ғана емес. Бұл жерде жауапты еркек те болу керек деген жаңа ұғым қалыптасады. Мөлдірдің душасы ол сахнаны, өмірді бөліп қарайтын емес, бәрін бірдей беретін, бірдей көрсететін, осы өмірге өзіндік адамдарға жаңа көзқарас алып келуге келген душа екенін көріп отырмын. Мы прилетели в Усть-Кемень к нашим семейным друзьям на юбилей. И вот очаровательная девушка Гаухар сделала мне и мейк, и укладку. И помогла мне надеть мои платья. В общем, Гаухар Сизгельдин Рахмет. Спасибо большое. Обычно ко мне приходит визажист и хейр-стилист. Вы в одном лице, да? Можете сами все сделать. Да. Супер. Пляжные локоны и красивый макияж. Спасибо.